Азаттық ешқашан тегін болмайды. Тегін келгені азаттық емес. Азаттыққа тегін қол жеткізгісі келетін қауым ешқашан азат болмайды. Биліктің зұлымдығына көздеріңіз тағы бір мәрте жетті ме? Ендеше ештен кеш жақсы. Күресейік, құлатайық. Қарнымен ойланатын қауым аш қалғанда оянады. Отанды, елді, қазақты сүй дегендік. Билікті сүй дегендік емес. Ел, отан, ұлт мәңгілік, билік уақыттық. Бұл күндегі қазақ қорадағы сиырын сату үшін қойындағы қатынымен ақылдасады. Бірақ ұлтын, намысын сату үшін ешкіммен де ақылдаспайды. Рушыл адам ұлтшыл бола алмайды. Қазақтың үш жауы бар. Ол ата жау орыс, ата жау Қытай басқыншылары және діни радикализм. Назарбаев қазақ мемлекетін құрушы емес. Керісінше қазақ мемлекетін құртушы. Түлкінің ажалы қыраннан, орыстың ажалы дроннан. Жерді сатарда имамдар мәу деді ме? Қаңтарда шей, бағын көн тыныш отыр деді. Демек, олар Құдайдың құлы емес. Құлқынның құлы. Пітір садақаны нағыз мұқтаждарға және қаңтарда қаза болғандардың отбасына беріңіз деді. Шариғат бойынша мешітке беру міндетті емес. Орыс жүрген жері ойран, Қытай жүрген жері қырғын. Қазақстанда депутат болу үшін алдымен адамдықтан безуің керек. Адам емес, маймыл болсаң депутат боласың. Түбі біз жеңеміз. Түбі біз қазақтың билігін қолымызға аламыз. Түбі біз қазақты нағыз демократиялы, өскен, дамыған, бай қуатты елге айналдырамыз. Назарбаев салдырған мешіттері оны қарғыс пен тозақтан құтқара алмайды. Қазақ қоғамындағы жұмыссыздық, қымбатшылық, коррупция сияқты мың сан мәселені шешетін бір ғана жол бар. Ол билікті ауыстыру. Ұлт сатқыны болу үшін арсыз болу жеткілікті емес. Надан болу жеткілікті. КГБ ішінде жақсы адамдар бар дейтіндер. Шайтандардың ішінде имандылары бар дегенмен бірдей. Өсетін жұрт Қытайдан қашық болады. Өшетін жұрт Қытайға ғашық болады.